Біз почти бірге тұрмаймыз уже. Өлә, жадым. Таңғы сағат 5-те келеді Бексұлтан. Мен өзім көріп жүрген жоқпын. Мен таңертең кетіп қалғанда ол ұйықтап жатады. Мен келгенде ол үйде болмайды. Түнгі сағат 4-5-те келіп жүр. Мен де өз жұмыстарымен, өз шаруамызбен сонымен семейный өміріміз қиын қызық болып кетті, в общем. Бетімде макияжды жуды айтсаңыздаршы. Кстати, уже Бексұлтан таңғы сағат 4-5-терде 6-ларда келіп жүр. Қазір штукатурка жасап жатыр мамасының үйінің. Ой, маған да ана үйге ламинат алу керек енді, қақтан алсам болады екен. Жақсысын бізге, короче, андай елка түріндегісі керек. Еще андай пластиковый дегені жақсы екен ғой, қазір. Бар қымбатырақ тұрады екен, қарағанда. Сондайын алайын дер едім. Қай базардан алсам тиімдірек болады. Енді мен прям арзан затты алайын деп тұрған жоқпын таки. Бірақ, чтобы бағасы, мысалы, необоснованно қатты қымбат болып кетпейтін болу керек қой, короче. Түсіндіңіздер ғой. Бірақ андай заттарға экономить етіп жатқан жоқпын. Ең жақсыларын алып жатырмын. Сол, бірақ адекватный баға керек. Көмектеріңіз керек. Все, кетті мен. Балапан мына жақта көтеннен шүп. Уашым сол, жетісіп жүрген ешкім жоқ қос. Альмира мобила ұртпа сізде дейді. Әзірге я болса Альмира менде алдында бірге жұмыс жасаған болатынбыз. Енді осы жолда бірге жұмыс жасап жатырмыз. Пока бұның қолы бос болғандықтан бірге контент жасап жатыр осылай. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Балалардың барлығын садикке тастап, мектепке тастап, сонымен Толғанай бар, мен бар, папа бар, қазір бір жұмыстармен келіп тұрмыз. Және де айта кететін жағдай, кеше салған сторисыма көптеген адамдар айтып жатыр екен, қойды үйтіп жеген харам ғой депші. Ол ешқандай да харам емес, енді кішкене гигиена сақтау жағынан сәл-сәл бар. Главный, бірақ та ол жақсылап ұйтылған болса, және де жақсылап жуылған болса болғаны. Ең бастысы сол. Ал қой дұрыс бауыздалмаған болса, жоқ әлде өліп қалған қойды жеу болса, ол енді таза харам болып есептелінеді. Так что, сөкпеңіздер. Мені апамыз келіп, шампанский, кола, осындай сумен келіп. Машина үстіне. Мәтін уже алып. Апам ата жауып. Нелеп келдім қарағым. Студияма келдім. Негізі мен олжас сағынып келмедім, просто студияны сағынып келдім десең, иә? Жаным. Өзінше. Солай, мен мына жерде өстік қой, бір жыл бойы дейсің ғой. Ладно. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Сториста жоқпын, ауырдым, әлі де ауырып жүрмін, даусымнан байқалып тұрған шығар. Бірақ бүгін енді эфирға келдік. Бір кісілер үшін келгем, негізі эфирға. Ол кісілер жота қуанышты емес сияқты. Жарайды енді. Сол, денсаулықты күтіңіздер ме? Бірінші байлық денсаулық деп айтатын еді, соның қадірін нені түсініп отырмын. Қазір вирус жүріп жатыр, анау-мынау, так что өздеріңізге қараңыздар, өздеріңізді күтіңіздер. Тем более қазір дала суық. Сол, рахмет, іздеп жазғандарға көп рахмет. Мен вообще ойладым көк жанып деп, көк жанғаннан кейін ойладым, қалай көк, ол тағы да деп. Енді содан кейін розовый дейді ғой ма, розовыйды көргеннен кейін вообще қуандым. Қызды күттім мен. Ұлым бар, енді қыз берсе екен деп күткенім бар еді. Шынымды айтамын. Он хотел мальчика прям до конца. Я ждал мальчика, ну енді андай не ожидал, да, қыз болатынын. Вообще қуаныштымын. Мен почему-то была уверена, что будет мальчик. Прям на 100% была уверена, что будет мальчик. Бірақ Құдайға шүкір, главное аман есен болсын. Рахмет. Бақыттымыз. Алла бұйырса, Шүкір. бәрі жақсы болады. Иә, ұл болса да аяқ болса, аман есен бие келсін. Короче, мен мақал айтам. Сен жалғастырасың. Жақында болса? Отан үшін? Антитем. Антитем? Антитем? Отан үшін отқа түс кимейсің. Қуырмас. Ол мақал емес қой. Досы көпті. Сен сені көпшіңді, а? Жалғыз айтсаңшы.
жаба алмайды. Да. Еңбек етсең ерінбей. Ондайды білмеймін. Ойбай, қандай білесің сонда? Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Тіленбей деген сөзді де білмеймін. Қой құрш. Жасатпайтын болдыңыз ба, не істедіңіз деп сұрап жатқан жандар. Оказывается, мен заңды білмейді екем. Көбісі білмейді шығар деп ойлаймын. Мысалға, мен мына үйді котлованнан алғанмын да 2022-де. 2022-де енді егер котлованнан алатын болсаңыздар, үйді ол кезде почти 2 есе арзан бағаға аласыздар да. Еще мен оны наличкаға алдым. 2 есе арзан бағаға алдым. И одан кейін мен оны 2022-ден кейін бізге үйді кешіктіріп, осы 2024-дің декабрінде берді документтерін барлығын. Получается, по документу мен бұны 2024 декабрінде алған болып тұрмын да, купле-продажды договор купле-продажы бойынша. Егер де мен мына үйді сол мысалға сенің сатып алған бағаңнан қымбатқа сататын болсаң, үстіндегі сумманың 10%-ін мен налог қып үкіметке төлейді екенмін. Получается, мен о 2022-де алған баға қазір мұндай жоқ. Одан бері уже 3 жыл өтті, 3 жылдан бері. Понятно ғой, что үй деген жылдан жылға ай сайын даже қымбаттайды. Үкімет соны әдейі қойған, чтобы ақша жасау үшін ше. 2022-ден бері уже 3 жыл өтті. И еще мен бұған ремонт жасадым, қандай ремонт жасадым. Понятно, что мен бұны алған бағама сатпаймын да. И мен қазір есептесем, где-то мен 4 миллион теңге налог төлейді екен. Просто мен мына үйді сатқаным үшін, қымбатқа сатқаным үшін. Оның үшінде мен ремонтым, басқасы 3 жылдан бері күткенім ол есептелмейді. Және де декабрьге дейін егер сататын болсам, бір жана купле-продажа договорың 1 жылға толмаса, уже 2026-тан бастап ол 2 жылға созылады екен. Мен ішім ашиды вот реально. И еще адамдар андай шүкіршілікті ұмыт кетеміз ғой, біз сәл уже бізде бәрі болған кезде, уже біз алдындағы қиналған кезімізді ұмыт кетеміз. Мысалға, там қазір бұны жарайды мен саттым, дейін сатқаннан кейін там жарты ақшасын бизнеске құйып, жарты ақшасын тағы да бір үйге первоначалға құйып ипотекаға алам дегенде, мен ойлаймын да, что мен кезінде ай сайын квартира төлегенімді, одан басқа мысалы ай сайын ипотека төлеу керек деген сияқты нәрсенің барлығын қазір мен уже ұмытқаныма, вот уже февральдан бастап міне үйге от ремонтын жасап кіргеннен бастап бұл нәрсенің барлығын ұмыттым ғой. Енді соны негізі нетеді екен, біз адам бұрынғы неткендерін ұмытып кетеді екен. И қазір ойласам, мен егер ипотека алатын болсам, ай сайын бір 5-10-15 жыл бойы ай сайын ипотека төлеп отыруды ойласам, мен уже